Pinduoduo'дағы Қытай тілін Google переводчиктан бөлек Tab Translate Screen деген приложение арқылы тез аудару жолын сізге көрсетемін. Бірінші осы Tab Translate Screen деген приложениені Play Market'тен немесе App Store'дан скачать етіп алыңыздар. Кіргенде осылай ашылады. Осы көкпен белгілеп қойғанды басасыз. Ішінен Қытайдың тілін таңдап аласыз. Екіншісіне Россия дегенді таңдап қоясыз. Сосын мына қызыл кнопканы басасыз. Осылай настройкасы шығу мүмкін. Осылай басып, ішіне кіріп настроить етіп аласыз. Мына Tab Translate Screen приложение отключен болып тұрады, соны қосуымыз керек. Осылай қосып қоясыз. Настройкадан кейін мынаны қайтып қосып аламыз. Осылай шықса, окейді басасыз. Сосын начать дегенді басасыз. Енді Pinduoduo'ға кіргенде мына домалақты басып переводтайсыз ғой. Кейде осылай да шығуы мүмкін, ол шықпауы да мүмкін. Міне тағы да осылай шықты, сеттинг деп, соны қайттан басасыз. Осылай басасыз да настройкаға кіріп кетесіз. Осы жерде установленное приложениені басасыз. Сосын мына Tab Translate Screen деп үстінде тұрады. Үстіне басып кіресіз де, мына үстіндегі выключено деп менде өшіріліп тұр екен, соны қосып аласыз. Сосын разрешить деп басасыз, болды. Енді Pinduoduo'ға кіре берсеңіз болады. Міне осылай домалақ шығады экранның бетінде. Соны басып қалғанда мына страницаның бетін сізге переводтап беріп отырады. Ешқандай скриншот жасап, Google переводчикқа кіріп шығып жүрмейсіз да, мынау жеңіл жақсы да. Бүйтіп міне қараңыз, бетін переводтап беріп отырады. Соны оқып аласыз, кішкене қайттан келесі бетін сөйтіп переводтап отырасыз. Мына домалақтың үстінен бассаңыз болғаны, сізге бетін, мына страницаның бетін переводтап отырады. Міне қараңызшы, бәрі орысша. Орысшаны таңдаңыз.